Сонымен Қазақстанның билігі талибандарды, яғни Ауғанстанның билік басына келген бір кездері террористік ұйым деп айтылып келген ұйымды Қазақстанның билігі енді тыйым салынған ұйымдар тізімінен шығарып тастады. Саясаттан алыс кейбір адамдар бұл енді не болғаны, енді Қазақстанның билігі қалай әрекет етейін деп жатыр, не үшін осы кезге дейін тыйым салынған ұйымдар тізімінде болып келген талибандарды ұйым осындай тыйым салынған ұйым тізімінен шығарып тастап, неге достық байланыс орнатуға ұмтылып жатыр? Тоқаевтың не ойлағаны бар? Міне осыған байланысты неше түрлі халықтың арасында алып қашпа әңгімелер тарап, неше түрлі болжамдар айтылып жатыр. Негізінде 2005 жылы Қазақстанның билігі талибандарды тыйым салынған ұйымдар тізіміне кіргізген болатын. Алайда бізге ұнаса да, ұнамаса да Ауғанстанның билік басына келген, яғни бүгіндері Ауғанстан елін басқарып отырған талибан ұйымы және 2 жыл бойы олар өздерінің биліктерін Ауғанстанда нығайтып алды. Енді Қазақстан не себепті бұндай қадамға барды? Негізінде бұны Біріккен ұлттар ұйымының шешімінің шеңберінде де қарастырған дұрыс. Осының өзінде Қазақстан осындай достық байланыс орнату арқылы өзінің экспортын арттыруды ойластырып отыр. Неге дейсіздер ғой? Біздің бидайымыздың ең көп бөлігі, былайша айтқанда, Ауғанстанға экспортталады. Бұл дегеніңіз біздің экономикамыздың қозғаушы күші деп айтуымызға болады. Және өздеріңіз білесіздер, қазір Қазақстанның нарығында толып кетті десек те болады. Әр дүкен сөрелерінде бар, қателеспесем 200-250 теңгеден толып тұр. Анар шырыны немесе гранатовый сокты білесіздер ғой. Осы Ауғанстаннан біздің елге келіп тұр. Енді не себепті 2005 жылы біздің билік тыйым салынған ұйым ретінде қабылдаған тәліптерді қайтадан списоктан шығарып тастап, былайша айтқанда достық байланыс орнатып жатыр? Тоқаев бастаған билік өкілдерінің не ойлағаны бар? Сонымен санап тұрып сіздерге бірнеше варианттарды, былайша айтқанда Қазақстанға не пайдалы, не пайдасыз, соны айтып берейін. Біріншіден, Ауғанстан орталық Азия елдері үшін, оның ішінде Қазақстанда бар, көпір қызметін атқарады. Бұл бізге Үндістанға, Пәкістанға, одан әрі Тынық мұхитқа, сонымен қатар Иран, Парсы шығанағына шығуға мүмкіндік беретін жер. Өздеріңіз білесіздер, кезінде Большая игра деп аталатын үлкен тартыс жүрген болатын Ресей империясы мен Британ империясының арасында. Сонау тұманды Альбионда жатқан британдықтар осы Ауғанстан жері арқылы бүгінгі Бұхара Хиуа жерлеріне жетуге ұмтылды. Ал Ресей бұған жол бермеу үшін өзінің Орта Азия жорығын тездетті. Одан кейінгі тарихты қарайық. КСРО-ның кезінде КСРО қаншама күшін салғанымен Ауғанстан жерінде тәртіп орната алмады. Қалай дегенмен де бұл КСРО-ның ең үлкен жеңілістерінің бірі деп айтуымызға болады. Енді Ауғанстан бүгіндері Қазақстанды не жағымен қызықтырып отыр? Бұл көлік логистика қызметі. Себебі бізге ұнаса да, ұнамаса да Ауғанстан жері шартарапқа жайылып жатқан, былайша айтқанда 9 жолдың торабында орналасқан ең үлкен мемлекеттің бірі. Бұл шешім қабылданбас бұрын Қазақстан тіпті Ауғанстанмен достық байланыс орнатып үлгерген еді, яғни тәліптермен. Тек бұл шешім ресми түрде қабылданып отыр, яғни тәліптерді біз енді тыйым салынған ұйымдар тізімінен шығарып тастадық. Қалай айтқанмен де де-факто жағдай Ауғанстанның билігінде тәліптер отыр. Әлі күнге дейін оның қарсыластары көп болғанымен олардың бірде-біреуі жеңіске жете алған жоқ. Яғни Қазақстан үшін реалды түрде қарайтын болсақ, де-факто жағдайында Тоқаев бастаған билік болсын, басқа билік өкілдері болсын, қалайда өзіне тиімді жағын ойластырады. Әр ел өзінің мүддесін ойлайды. Америка айтты екен, Қытай айтты екен, Ресей айтты екен деп Ауғанстанмен байланысты үзіп тастай алмайды. Себебі біздің экспортымыз осы Ауғанстанға бағытталып отыр. Біршама бөлігі жаңа айтқан. Оны алдағы уақытта айтатын боламын қазір. Енді не себепті бұның тарихи маңызын айтып өтіп жатырмын мен? Неге десеңіздер, мысалы Түркияны алып қараңыздар. Турция бүгін әлемдегі ең дамыған мемлекеттердің бірі. Еуразия құрлығын алып қарасақ, ең мықты туристік мемлекет. Ал сол Түркия, ойлап қараңыздар,
біз мына жақта СССР-дің құрамында қаншама мыңдаған жауынгер, қазақтың жауынгері болсын, Орта Азияның жауынгерлері болсын, алысып Гитлермен шайқасып жатқанда, сол Турция гитлерлік мемлекеттерге соғыс жарияламады. Турция соғысқа қатыспады, екінші дүниежүзілік соғысқа 1945 жылға дейін. Ойлап қараңыздаршы, 1945 жылдан кейін ғана Түркия соғыстың тағдыры былайша айтқанда шешіліп анықталып қойғаннан кейін ғана формальды түрде Гитлер бастаған фашистік мемлекеттерге соғыс жариялады. Яғни кімнің жеңетіні белгілі болғаннан кейін. Оған дейін қаншама мемлекеттер қан төгіп жатты. Сөйтті де жеңімпаз, соғыс біткеннен кейін жеңімпаз мемлекеттердің тізіміне кіріп өзінің саясатын жалғастырды. Негізі оған дейін мысалы Турцияның билігі өзіне тиімді болғаннан кейін, мемлекетіне тиімді болғаннан кейін, мысалы Мұстафа Кемал Ататүріктің қабылдаған үлкен Турция мемлекеті тек өзіне экономикалық, әлеуметтік және саяси жағдайларды пайдалана отырып тек Түркияның дамуын ойластырды. Басқа мемлекеттер қан төгіп жатыр екен, мына жақта шайқасып жатыр екен, олар қызықтырған жоқ. Нейтралды саясат, яғни бейтарап саясат ұстанды да тек Түркияны дамыта берді. Мына жақта Еуропа елдері, Америка елдері қырғын соғыс жүргізіп жатқан кезде Түркия дамыған мемлекеттің біріне айналып шыға келді. Енді қараңыздар, одан да бөлек бірінші дүниежүзілік соғыс кезінде білесіздер, Вудро Вильсон бастаған Америка үкіметінің қалай шайқасқа кіріскенін, жеңімпаз мемлекет ретінде мына жақта еуропалықтар қан төгіп жатқан кезде Америка алыстан тынық мұхит жақтан келіп те төрелік айтатын мемлекет дәрежесіне шыға келді. Екінші дүниежүзілік соғыста да Америка сондай саясат қолданды. Бұл жерде айтқым келетіні мынау: дәл қазір Ауғанстан мемлекеті біз мойындасақ та мойындамасақ та тәліптер оның билік басында отыр. Тек біз өзімізге экономикалық, әлеуметтік жағдайы пайдалы жағын ғана ойлауымыз керек. Яғни Қазақстанға қай жағынан пайдалы, соны барынша максималды түрде пайдалануымыз керек. Сондықтан анау айтты екен, мынау айтты екен деп әр елдің пікіріне еріп кете берудің қажеті жоқ. Осы кезге дейін онысы да қаншама мемлекетті тыңдап келдік десек те болады. Енді сіздерге экспортқа байланысты ресми түрде статистика келтірейін. Өздеріңіз білесіздер, Қазақстан мен Ауғанстанның арасында сауда-экономикалық байланыс орнады. Енді тауар айналымы шамамен 1 миллиард долларға жеткен екен. Ойлап қараңыздаршы, 1 миллиард доллар Қазақстан мен Ауғанстанның арасындағы сауда-экономикалық байланыстары. Сонымен қатар соңғы 3 маусымда Ауғанстанға елімізден 1,8 миллион тоннадан астам бидай мен 3,5 миллион тоннаға жуық ұн жөнелтілген. Яғни экспорттың көлемі басым. Шамамен сауда-экономикалық байланыстарда 90% біздің еншімізде экспорт, былайша айтқанда. Енді мұның өзі былайша айтқанда біздің елімізге экспорттың көлемі неғұрлым артқан сайын бізге демек сырттан ақша келіп жатыр деген сөз. Яғни біз импорттаушы елден гөрі экспорттаушы елге айналып жатырмыз. Сонымен қатар біздің екі ел арасындағы сауда байланыстарының негізінде біз Ауғанстан қазақстандық бидай импорттаушыларының үштігіне кіреді екен. Яғни ойлап қараңыздаршы, 1 миллиард доллар екі елдің арасындағы сауда байланысы болатын болса, осының басымдығы Қазақстанның жағында. Мұның өзі Қазақстанның бұл Ауғанстанға экономикалық түрде ықпал ете алатын мемлекет екенін көрсетеді. Сонымен қатар тағы да бір себеп, яғни саяси билікте тәліптердің отырғандығы, оны тек шайқаспен, соғыспен ғана шешу емес, яғни Қазақстан әлеуметтік, экономикалық факторларды қолдана отырып, өзінің де-факто жағдайында Ауғанстанның билігіне әсер ете алады. Қандай мемлекет болмасын, мысалы Суэц каналы салынған кезде Египетке алғашында былайша айтқанда еуропалық державалар сол Суэц каналын салды, бірақ Египет қарызға кірді, өз жеріне салынып жатқан каналдың қызығын өздері көре алмады. Былайша айтқанда сол сияқты одан кейін еуропалық державалар Египетті былайша айтқанда отар мемлекетке айналдырып өзіне тәуелділікке түсірген болатын. Яғни ондай экономикалық факторлар әсер еткен жағдайлар өте көп. Термелеп айта берсең өте көп. Сол сияқты Ауғанстанның билігінде тәліптердің отырған де-факто түрде мойындасақ та, біз мойындамасақ та ол де-факто жағдай. Яғни біз экономикалық басымдығымызды пайдалана отырып, өзіміздің шарттарымызды қоя аламыз. Яғни әсер ете аламыз белгілі бір түрде. Яғни түбегейлі ысырып тастай алмасақ та, ортақ бір келісімге келе аламыз. Сонымен қатар тағы бір мәселе бар. Талибандармен біз дипломатиялық байланыс орнатқанымыз анық.
Енді мұның маңыздылығы қандай? Өздеріңіз білесіздер, енді әлемде алдағы уақытта экономикалық сарапшылар және саяси сарапшылардың көпшілігі Орта Азия, әсіресе мына Еуразия құрлығында енді мұнайға емес суға талас басталады. Мұның былайша айтқанда алғашқы белгілерін, яғни алғашқы сигналдарын біз көре бастадық. Қалай дегенмен де Қырғызстан тараптан келетін су көздері, Қытай тараптан келетін су көздері, Ресей тараптан келетін су көздеріне біздің былайша айтқанда мұқтаждығымыз артып бара жатыр күн өткен сайын. Олар қаласа суды жібереді, қаламаса суды жібермейді деген сияқты. Мұның өзі былайша айтқанда трансшекаралық су көздерін пайдалану сол мемлекетпен дұрыс байланыс орнатқанда ғана келеді. Ал өздеріңіз білесіздер, Ауғанстанда көш тепа су арнасын салып жатыр тәліптер. Бұл алдағы уақытта Ауғанстан мен Орта Азия елдерінің арасында белгілі бір түсініспеушіліктің болып қалуына әсер етуі мүмкін. Өйткені неге десеңіздер, су қоймасын салып жатқан ел айналасындағы мемлекеттердің былайша айтқанда дипломатиялық қысым көре бастайды. Егер ол әлсіз мемлекет болса, немесе шағын мемлекет болатын болса, өзінің айналасындағы үлкен державалардан дипломатиялық, саяси, экономикалық қысымдар көре бастайды. Ол тарихтан да бар нәрсе, бүгінгі күндерде өздеріңіз байқап жүрген шығарсыздар. Сондықтан біз алдағы уақытта тәліптермен дипломатиялық байланыс орнату арқылы осы трансшекаралық су мәселесінде дипломатиялық жолмен шешуге мүмкіндік аламыз. Сонымен қатар қазіргі кезде Қазақстанның өзі талибандар бақылауында өмір сүретін халыққа, яғни Ауғанстан халқына гуманитарлық көмек жіберді. Енді ресми статистикаға қарайтын болсақ, Қазақстан Ауғанстанға жалпы салмағы 1662 тоннаға жуық гуманитарлық жүк жіберген, былайша айтқанда көмек. Қазіргі кезде Ауғанстанның халқының көпшілігі аштыққа ұшырады, қуаңшылық, сонымен қатар экономикалық, әлеуметтік артта қалу жағдайлары бар. Мұның барлығы айналып келгенде Қазақстанның Ауғанстанға гуманитарлық көмек жіберуіне әкелді. Қазақстаннан бөлек басқа да батыстың мемлекеттері болсын, басқа да айналасындағы мемлекеттер гуманитарлық көмек жібереді. Өз кезегінде мысалы Қазақстанда белгілі бір төтенше жағдай болсын, болған жағдайда, ондайдың беті арман, бірақ болған жағдайда гуманитарлық көмекті Қазақстанда алады. Сонымен қатар қуаңшылық болып жатқан жерлерде халық тозғындап басқа елдерге көшіп кету жиілеп жатыр Ауғанстанда. Яғни аштыққа ұшыраған халық, әлеуметтік, экономикалық көмек ала алмаған халық айналасында орналасқан мемлекеттерге, мысалы Иран, сонымен қатар Ирак, Орта Азия елдеріне жөңкіле көшу қаупі бар. Мысалы Пәкістан, Иран елдерінде мыңдаған ауғанстандық босқындар толып жүр. Ал егер сол ауғанстандық босқындар мына Орта Азия елдеріне ағылатын болса, немесе Қазақстанға ағылатын болса, жағдай қандай болмақ? Өздеріңіз ойлаңыздаршы, Ливияның билігінде Муаммар Каддафидің билігі кезінде сол Ливияның басшысы ескерту жасаған еді батыс елдеріне, жалпы Америка елдеріне. Қаншама халықты Африканың төңірегінде, өзінің Ливияның төңірегінде ұстап отырғандығы туралы. Каддафи өлгеннен кейін босқындаған мыңдаған африкалық халықтар, ойлаңыздаршы, арасында жерорта теңізі жатқанның өзінде кемелерге жабысып, қайықтарға жабысып, қолына ілінген затын алып Еуропа жағалауларына қарай жүзіп барды. Францияның, Италияның, Испанияның, Сицилия жағалауларына жүзіп барып, сол елдегі босқын халықтың санын көбейткен болатын. Ал бұл өз кезегінде Италия болсын, Франция болсын, мемлекеттердің үкіметіне былайша айтқанда артық салмақ, артық жүк, былайша айтқанда үкіметтерін қиын жағдайда қалдырып тығырыққа тіреді. Қазір африкалық босқындар Еуропада ең үлкен мәселеге айналған болатын. Ал Ауғанстандағы босқындар Пәкістан, Иран елдеріне ағылған сияқты Орта Азия елдеріне, Қазақстанға ағылатын болса, онда біздің жағдайымыз әрине қиындап кететіні анық. Қазақстан үкіметінің босқындарды қабылдайтын жағдайда емеспіз. Біз қазір шынын айтқанда, өздеріңіз білесіздер, Ресейге санкция салынғаннан кейін Қазақстанға қаншама босқын келген кезде, былайша айтқанда, Қазақстан билігі тосырқап қалды. Қалай дегенмен де бізге Ауғанстандағы жағдайдың бейбіт түрде шешілгені әлдеқайда тиімді. Сондықтан
бұл жерде басты мәселені тәліптермен емес, біз Ауғанстан елімен, яғни Ауғанстанның билігіне бүгін тәліптер отса, ертең басқа күш келуі мүмкін, немесе басқа үкімет келуі мүмкін деген сияқты. Оны ешкім болжап біле алмайды. Нақты ол геосаяси жағдайларға байланысты, елдің ішіндегі жағдайларға байланысты құбылып тұрады. Сондықтан біз былайша айтқанда қазір де-факто жағдайға байланысты шешім қабылдауымыз керек сияқты. Бүгін тәліптер билікте отса, ертең басқа, мысалы Масуд жасақтары билікке келуі мүмкін, немесе одан да басқа саяси күштер Ауғанстан билігіне келуі мүмкін. Қандай жағдайда да біз өзіміздің экономикалық, әлеуметтік жағдайымызды ойлауымыз керек. Сондықтан былай айтады ғой, Ауғанстандағы халықтардың босқындап Орта Азияға келмеу жолын қарастырғанымыз дұрыс. Біріншіден бар ғой, көршіңіз байып жатса қуаныңыз, қуанғаннан намысың құламайды, өйткені сізге бөліп бермесе де қол жайып ештеңені сұрамайды дейді ғой Мұхамеджан Тазабек ағамыз өз өлеңінде. Қалай дегенмен де бізге дәл қазіргі саяси жағдайды өз мүмкіндігімізге орай қолдана отырып, бағана мен видеоның басында да айттым, Түркия қалдай саясат ұстанды, тіпті қан кешкен соғыстың өзінде, екінші дүниежүзілік соғыс дейміз ғой, ал біздің посткеңістік елдері, яғни СНГ елдерінің көпшілігі оны ұлы отан соғысы деп атайды. Жалпы екінші дүниежүзілік соғыс ғылымда қабылданған пікір бойынша. Сол кезде қан кеше жүріп шайқасып жатқан кезде Турция асықпай өзі отырды, бейтарап саясат ұстанды, барынша өзінің производствосын, яғни экономикасын мықты қылды, өндіру күштерін жақсартты. Былайша айтқанда өзінің жағдайын жақсартып алды. Сөйтті де соғыс бітуге таяған кезде тек соғысқа формальды түрде қосылып, жеңімпаз мемлекеттерінің қатарынан шықты. Америкада оның алдында сондай саясат ұстанған болатын, онда өздеріңіз білесіздер. Сол сияқты қазір Құдайға шүкір соғыстың бетарман. Қалай дегенмен де біз өзіміздің көршілеріміз болсын, әлемдік мемлекеттің қандай мемлекетпен байланыс орнатсақ та тек өзімізге тиімді жақтарын ойластырғанымыз дұрыс.